Сәлем достар, сіздермен Назерке Нұрсұлтан қызы. Достар, каналыма тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп, қазақша контенттің дамуына үлес қосуды ұмытпаңыздар. Біз бүгін жұмыртқасыз дайындалатын пиццаның тестасын жасайтын боламыз. Негізгі құрамды ортасында тағы айтатын боламын. Бізге қажетті заттар 300-400 грамм ұн, 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық қант, сонымен қатар 1 шай қасық ашытқымызды қосамыз. Және де 100 мл жылы сүт, 100 мл жылы суды әбден араластырып, қолымызға жабыспайтындай жұмсақ қамыр жасаймыз. Қамырымыз дайын болғаннан кейін бетін күленкамен және жылы матамен жауып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Қамырымыз дайын болам дегенше біз пиццамыздың салмасын дайындайық. Бізге ол үшін күнделікті қолданып жүрген қызанақ және болгар бұрышы, сонымен қатар өз қалауларыңызша тұзды қияр немесе шұжық қоссаңыздар болады. Салмамызға салатын қызанағымызды видеодағыдай дөңгелектеп, жұқа етіп турап аламыз. Және болгар бұрышымызды көбіктеп турасақ болады. Сонымен қатар сырымызды, яғни ірімшігімізді майда теркадан өткізіп аламыз.